Бізде, например, жаңа өзенде да 600 мың алады ғой, 600 мың ең жаңағы несі. Ол да кредитімізден ауыспайды. Балдарымыз жұмыссыз, жұмыстан шығып қалған, жаңағы айлығымызды көтер деп алдында неге тұрды ғой, митингке, не қатысты ғой енді. Жалақымызды көтерің деп. Содан жұмыстан шығарып тастады. Бір емес, 2-3 балам жұмыссыз жүрген. Дұрыс айтасыз. Олар неге шығарды? Неге шығарды? Оның қожайыны, мекемелердің мұнайды табатын. Назарбаевтың, Тоқаевтың арасында солардың солар сол мекеменің қожайындары. Астанада отыр ғой қожайындары. Иә, солар ғой. Біздің жаңа өзенде қарап тұрған ештеңе жоқ. Бәрі сол Астанада отырып алып. Солардың, көрдіңіз ба? Ол мақтанып жүр, мен Астана қаланы көтердім дейді. Астана қалада ол жерде мұнай бар ма? Не бар? Ештеңке жоқ. Ештеңе жоқ. Сіздің қаржыларыңызды сол жерге жеткізіп, содан кейін жаңағы оны ғимаратта салам деп арасында ұрлап, қалталарын толтырып алған. Сіз болсаңыз жаңа отырасыз. Мен Жаңаөзенде өзім болған, білем ғой Жаңаөзен деген не. Біз құл болып жүрміз ғой, құл қарапайым халықпыз, біз бәріміз құл болып жүрміз. Табысты табатын Жаңаөзен, өзіңіз білесіз, иә? Жаңаөзен, Маңғыстау дейміз ғой, Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Орал, Қызылорда, біздің жаңа Қазақстан табысын табатын сол жердің адамдары. Олар болса бейшара болып жүреді. Астанада отырып, Алматыда, Швейцария ар жағында жақсы үйлер сатып алады, $100 миллион, $200 миллион самолеттері бар. Енді олар ортада отырады да, жұмыс істейтін біздің халық, оларға ештеңе қолдарына тиіспейді, жетпейді. Солай ғой. Біз білеміз қалай болып жатқанын. Жоқ, мен сіздің айтқаныңызды дұрыс қолдаймын, өте дұрыс айтасыңыз. Мен де қосыламын сізге. Бірақ барлық адамдар жаңағы ауызбіршілікпенен шешілсе деймді, митинг болған жағдайда да бүкіл халық, бәр ел бірге шығу керек та, бірге. Дұрыс айтасыз. Бірге көтерілу керек. Бірге шыққанда былай өзіңіз тек қана бір рет болды ғой қаңтар айында былтыр. Енді қазір оны қайталамыз десек, алдымен сондай ұяшық ұйымдастырып, бізге штабқа шығып, бізбен бірге жұмыс жасап, бір күнде содан кейін бәрін бірге шығарамыз. Сонда жұмыс жасау керек. Енді Жаңаөзенде 150 мың адам тұрады. Мен білемін, көбісі батыр халық. Жаңаөзенде былтыр солай басталды ғой. Газ үйледеп шығып, содан кейін оларда Ақтаудың тумалары көмектесті, шықты. Содан кейін Атырау деп бәрі қосылып, сондай әрекет болды, иә? Қазір біз сондай жұмыс жасауымыз керек. 30-ға түсті ғой, забастовкадан кейін, одан кейін қазір 45 газдың литрі. Иә, содан кейін олар Жаңаөзеннің адамдары шыққанда газ үйле дегенде. Министерство энергетиканың бір адамы шығып айтады, өй, қайдағы 50, ол аз болғанда 100 болу керек, сендер не етіп жатсыңдар. Көрдіңіз бе қазір 45 дейсіз? Қорқып жүр, халықтан қорқып жүр. Жайлап көтеріліп баратыр. Иә, халық өзінің дауысын көтеріп, қорқпай шықса, мына билік ешқашанда халыққа қарсы шығамайды. Айтып жатырмыз ғой, аз болғанда 500 мың адам шыққанда, мына билікті бір күнде құлатамыз. Бір күнде. Иә. Рахмет сізге онда. Сіз қалай келе аласыңыз біздің қазақ елімізге? Келсеңіз жақсы болар еді. Мен қазір келсем, өзіңіз білесіз, түрмеге отырысып қояды. Сол үшін біз айтып жатырмыз. Яшық құрамыз. Содан кейін бәріміз әр жерде, әр қалада лидерлар болады. Мысалы, Маңғыстау жақта аз болғанда 1000 адам лидерлар болады. Алматыда, Астанада 5000. Сол лидерлар бәрін көтеріп, халықты көтеріп, билікті құлатады. Содан кейін билік құлағанда мен ұшып келем. Қазір мүмкіндік менде жоқ. Өзіңіз түсінесіз. Мен келсем, түрмеге отырысып қояды. Түсіндім, иә. Рахмет сізге. Ал сәттілік тілеймін сізге. Иә, Қайға женге менен сәлем айтыңыз. Жарманбек екеуімізге сәлем айтыңыз. Батыр қала. Рахмет. Иә. Нам нужно 4000 ячеек. Сейчас чуть более 200 ячеек создано. На самом деле это можно за месяц создать 4000 ячеек. Вообще не проблема. Это 20 000 человек по стране, это вообще ничего.
Поэтому мы вышли в ТикТок, выходить на связь. У нас в Инстаграме, Ютубе, везде, даже здесь написано, как связываться через Телеграм, WhatsApp, создавать ячейки. Первое. Второе. Я хотел бы еще раз воспользоваться ситуацией, сказать, этот режим конфисковал у меня все. Ранее я финансировал все. Телевидение, газеты, помогал всем и так далее. У меня сейчас все конфисковано. Поэтому мы обращаемся к вам за помощью. Мне нужна сейчас помощь адвокатская. Нам нужно содержать команду. Мы в этом году должны свалить режим. Заходите в Инстаграм, Фейсбук, подписывайтесь, YouTube каналы, вы там все прочитаете. Здесь мы с Заманбеком будем выходить регулярно. Создавайте ячейки, мы вас ждем. Вот Заманбек вас ждет. Координационный штаб оппозиции. Вот он координатор вот от всех действий по созданию ячеек. Выходите на него, и мы быстро свалим режим. В этом году мы все изменим. В этом году. Жарайт, рахмет, сау болыңыздар. Да, спасибо, до связи. Достар, барлықтарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.